Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті шәкірттер, құрметті бауырлар, біз Алланың қалауымен сіздермен Бина кітабы бойынша бірінші дәрісімізді өткізіп, екінші дәріске келдік. Бірінші дәрісте біз сүләси мужараттың баптарымен таныстық, иә. Сондай жалпы етістіктің баптарымен таныстық, қысқа ғана шолып шықтық. Енді бүгінгі дәрісте сүләси мазид фихтердің баптарымен танысамыз. Өткен дәрісте сүләси мазид фихтің қанша түрі бар дедік? 3 түрі бар дедік, иә. Яғни сүләси мазид фихті біз 3-ке бөлдік. Бірінші түрі харфун вахид, яғни бір әріп қана қосылған. Екінші түрінде харфани, 2 әріп қосылған. Үшінші түрінде сәләсәту ахруф, 3 әріп қосылған. Енді нада қанша бап? Бірінші түрінде, бірінші әріп қосылғанда 3 бап. Мынада ше 5 бап. Ал үшінші түрде 4 бап. Барлығын қосқан кезде 12 бап шығады. Сонда мәтінде былай деп айтқан: "Васна ашара бабан минха лима зада аля сүләси". Яғни 12 бап сүләси мазид фихтің. Лима зада, яғни 3 әріптен көп болған етістіктердің 12 бабы бар дейді. Ва хуа сәләсәту анва. Ол 3 түрге бөлінеді. Ан-нау'ул аувал ва хуа ма зида фихи харфун вахидун. Яғни бірінші түр, оған бір әріп қосылған. Бір әріп неге қосылған? Аля сүләси мужаррад. Сүләси мужаррадқа бір әріп қосылған. Ол ва хуа сәләсәту абваб, ол 3 баптан тұрады. Бірінші бап Ал-бабул аувал, ол акрама. Акрама юкриму. Икраман. Икраман. Бұл бірінші бап. Мады акрама, мудорияғасы юкриму, мастары икраман болады. Екінші бап фарроха юфарриху тафрихан. Фарроха мадия, юфарриху мудорияғасы, тафрихан оның мастары. Үшінші бап қатала юқатилу مقاتلة وقتالا. وقتالا. قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. Осы 3 бап бізде бұл бірінші түр болып табылады. Қараңдар, мен сіздерге тағы да бір оқып берейін. Сіздер бір нәрсені табыңдар. Акрама юкриму икраман. Фарраха юфарриху тафрихан. Қатала юқатилу мұқаталатан. Бұларды не нәрсе байланыстырады? Бұлар 4 әріпті болғанынан басқа не нәрсе оларды байланыстырады? Кім ана табады? Жоқ. Дұрыс айтасың. Мудория маълумы. Мудория маълумы немен тұр? Доммамен тұр. Жақсы? Негізі біз мудория маълумды немен білетін едік? Ол фатхамен басталатынын білетін едік қой. Насара янсуру, дараба ядрибу, фатха яфтаху. Барлығы фатхамен басталады. Бірақ мынандай ереже бар. Осы ережені жатқа білу керек. Кез келген 4 әріпті етістіктің мудория маълумы даммамен басталады. Ереже қандай? Кез келген 4 әріпті етістіктің мудория маълумы неден басталады? Даммамен басталады. Тек қана 4 әріпте. 5 әріпті, 6 әріпті, 3 әріпті етістіктерде мудория маълум фатхамен басталады. Маълумды айтам, мачгулді емес. Түсінікті ма? Осы ережені жаттап алыңдар. Сондай-ақ нәрсеге назар аудару керек. Соңғы әріптің алдыңғы әріпі немен?
кәсірмен болады. Ал егер де біз осыны мәжһүл еткіміз келсе, біз доманы қалдырамыз, тек соңғы әріпін фатхалаймыз. Яғни соңғы алдындағы әріпін фатхалаймыз. Сонда юкримун мәжһүлі юкраму, юфаррихуну мәжһүлі юфарраху, юқатилу мәжһүлі юқаталу болады. Енді әрқайсының әмсиласына тоқталайық жеке-жеке. Сосын баптардың мағынасына кіреміз. Акрама бұл мадия. Мадиін жіктеу оңай. Акрама, акрама, акраму, акрамат, акрамат, акрамда ешқандай қиындығы жоқ. Қалай насараны жіктедіңдер, дәл солай жіктейсіздер. Яғни соңғы жағын солай жалғай бересіздер. Жақсы? Мудориға да солай. Юкриму, юкримани, юкримуна, тукриму, тукримани, юкримна, тукриму, тукримани, тукримуна, тукримина, тукримани, тукримна, укриму, нукриму. Қиындығы жоқ. Мастары икраман, икрамани, икраматун. Енді ары қарай исму фаил қалай болады? Кез келген мәзиттің исму фаил жасау жолы оңай. Кез келген исму фаил мәзит дегеніміз бұл жерде не керек? Сүләси мәзит фих, рубази мәзит фих. Яғни үш әріптен артық әріп болса, олардың исму фаилін жасау жолы келесідей. Қараңыздар. Алдымен сіз оны мудориғасын жазасыз. Мысалы бізде юкриму. Мудори маълумын жазасыз. Біз қазір не істеп жатырмыз сіздермен? Исму фаил жолын жасау. Я әріпінің орнына мим әріпін жазасыз. Я әріпінің орнына не істейсіз? Мим әріпін жазасыз. Соңғы жағын тәнуиндейсіз. Сонда сізде исму фаил шығады. Мукримун. Tamam? Mesela ahraca yukhricu ikhrajan fahuwa mukhricun. Adkhala yudkhilu idkhalan fahuwa mudkhilun. Яғни ян орнына мимді қойдың болды. Мимді домамен қоясың. Барлық мәзиттің ережесі осы. Демек ереже қандай? Сүләси мәзиттердің исму фаилін жасау үшін сіз мудориға маълумның я әріпінің орнына доммалы мимді қоясыз. Соңғы жағын тәнуиндейсіз. Тамам? Және де соңғы әріпінің алдындағы әріп, яғни орысша айтқанда предпоследний әріп кәсірмен болады. Немен болады? Кәсірмен болады. Ал егер де сіз оны исм мафъулін жасағыңыз келсе, онда предпоследний әріпті, соңғы әріптің алдындағы әріпті кәсірдің орнына фатхалайсыз. Сонда сізде мукримун емес, мукрамун болады, ол исм мафъул болып шығады. Болды. Жасау жолы оп-оңай. Демек, акрама юкриму икраман фахуа мукримун, вазака мукрамун. Енді ары қарай жіктейміз. Лам юкрим. Ламма юкрим. Ма юкриму, ла юкриму, лан юкрима, ли юкрим, ла юкрим, акрим. Амр хадыр. Амр хадырын қалай жасаймыз? Қараңдар. Амр хадыр неге жасалады негізі, жігіттер? Мудориғадан. Мудориға бізде мұхатаптан жасаймыз. Бізде тукриму деген етістік бар. Ол муфрад музаккар мұхатап. Не істейміз? Ереже бойынша мудориға әріпін алып тастаймыз ғой, Мудориға әріпін алып тастағаннан кейін неге қараймыз? Одан кейінгі әріп сукунды ма? Сукунды. Сукунмен сөз бастауға болмайды. Демек бізге кім керек? Хамза керек. Хамзаны істейміз, шақырамыз. Хамза келеді. Мен Хамзамын дейді. Бірақ айтамыз, сен Хамза уаслисың дейміз. Уасли Хамза қат'i Хамзаға қарағанда әлсіз. Қайсысы мықты? Қат'i. Өйткені ол неге қат'i? Өйткені ол қай жерде болса да болады, оқылады. Уасли Хамза сөйлем ортасында оқылмай қалады. Оны айтып едім ғой. Ал қат'i Хамза не болады? Әрдайым оқылады, сол үшін де оның үстіне не қойылады? Хамзаны қояды. Неге біз Хамза қат'iді алып келдік осы жерге? Өйткені акрама деген кезде, акрама деген кезде осы төрт әріп ішінде қайсысы қосылған? Хамза ғой, дұрыс па? Мынау үшеуі түбір ғой, карума. Хамза қосылған. Енді мудориға да қараңдар. Мудориға да юкриму. Қайда қосылған әріп? Ол мудориған әріп ғой? Хамза жоқ. Хамза жасырынып тұр. Яғни түбірі негізі былай болу керек еді. Ю акриму болу керек еді. Бірақ арабтар ю акриму сөзін айтуды бір ауыр көреді. Ұнатпады, жақтырмады. Сол үшін де олар айтады. Ю акриму, ю акримани, ю акримуна, ту акриму, ту акримани, ю акримна, ту акриму, ту акримани, ту акримуна, ту акримина, ту акримани, ту акримна деп жіктеп келесін да, бірақ неге мутакалим деген кезде екі хамза жинап қалады ғой дейді. Қалай?
акриму дейді. Ол акриму бір жағымсыз дауыс дейді. Сол үшін де екі хамза мутакалимде жинамас үшін біз мутакалимнен хамзаны не істедік? Алып тастадық. Сонда бізде не болып қалды? Укриму болып қалды. Енді мутакалимнан ғана алмай, басқаларды ренжиді ғой. Сол үшін де басқаларынан алып тастадық. Яғни тек қана мутакалим ерекшеленбесін деп, акримуда ғана укриму болмасын деп, біз барлық ғойбтан да, тағы не бар? Мухатаптан да, муфраттан да, тасниядан да, жамғадан да, музаккардан да, муаннастан да барлығынан не алып тастадық? Хамзаны алып тастадық. Сонда бізде юкри болып қалды. Яғни былай қарасаң, мынау үш әріпті ғой. Бірақ түбінде хамза жатыр да. Жақсы, хамза не істеп кеткен? Хамза алып тасталған. Енді біз амр хадр жасаған кезде, біз зачем бізге басқа бөтен хамза? Дұрыс па? Бізге бөтен хамза кім ол? Осли хамза. Біздің өзіміздің қандай хамзамыз бар? Міне акрамадағы хамза хатқи бар ғой. Сол үшін де біз соны алып келеміз да. Соны алып келдік, соңғы жағын сукундадық, сонда бізде акрим болып шықты. Түсінікті ма? Немесе жаңағындай анау түбірі ю акримі болды, яны алып тастадық. Болды, акримі шықты. Түсінікті ма? Түбірі ю акримі, яны алып тастасын, соңғы жағын сукундайсын, сонда акрим болды. Акрим, акрима, акриму, акрими, акрима, акримна. Болды. Түсінікті ма жігіттер? Түсініксіз болса қайтадан сұраңдар, айтып беремін. Демек акрим, одан кейін неки хадыр ла тукрим. Сосын бізде не келеді? Исм заман макан. Исм заман макан және мастар мими. Ол болады бізде қалай? Кім біледі? Мукрамун. Мукрамун. Кімге ұқсап қалды? Исм мафулға ұқсап қалады. Демек бізде тағы да бір жаңа ереже шығады. Жазыңдар. Мазиттердің исм заманы, маканы, мастар мимилары өздерінің исм мафулдарымен бірдей болады. Демек акраман исм мафулы мукрамун болса, оның заманы, маканы, мастар мими не болады? Ол да мукрамун болады. Түсінікті? Яғни исм мафулын білсеңіз болады, оның исм заманы да сондай формада деп айтамыз. Демек қайттан бір жіктеп шықсақ, акрама юкриму икраман фахуа мукримун вадака мукрамун. Лам юкрим, ламма юкрим, ма юкриму, ла юкриму, лан юкрима, ли юкрим, ла юкрим, акрим, ла тукрим, мукрамун. Осы жерде жіктеу бітеді. Ары қарай біз жіктемейміз. Әлат жоқ, бинау, марра, нау жіктемейміз. Тазғиры, несі, жаңағы мансубы, таажубы жоқ. Осымен не істейді бітеді. Сол үшін де қатты қиналмаймыз осымен. Қалған барлығы мужаратта ғана қалды да. Сол құсырта қалсын ол. Жақсы ма? Сонда қайтты оралайық. Мінекей бізде акраманы жіктеп болдық. Кім тұрып осы бапқа салып береді басқа бір етістікті? Бар ма араларында? Кел. Есімін? Дархан. Да. Онда Дархан бізге сен атқана деген етістікті жіктеп бер. Атқана ютқину Қаранды бір жерде жақсы айтты. Мастарын қарады. Бұл жерде тағы да жаңа бір ереже шығады. Қандай ереже? Жазып алыңдар. Мәзиттердің мастарлары ережеге бағынады. Мәзиттердің мастарлары неге бағынады? Ережеге бағынады. Яғни акрамадағы мастарлар барлығы икраман болса, демек сол баптағы етістіктердің барлығы осы формада болады. Сөздікке қарап жүрмейсің. Сөздікке ашып, мысалы сіздер сөздікке акрама деп жазсаңдар, қасында а, и, у деп тұрмайды. Өйткені сіз оны білесіз, мудориғасы юкриму екен. Жақсы? Басқа вариант жоқ бұда. Және мастар оның икрамын екен білесіз. Жақсы? Сол үшін де сіз атқана деп жазсаңыз, атқананың мудориғасы ютқину, оның мастары итқанан екенін бірден білесіз. Неге? Өйткені сіз бинаны жаттадыңыз. Ал бина жаттамаған болсаңыз іздеп жүресіз. Түсінікті ма? Давайте. Атқана ютқину итқанан фахуа мутқин. Молодец. Мутқинун. Жақсы, ары қарай. Лам ютқин, ламма ютқин, ма ютқину, ла ютқину, лан ютқина, атқин, ли ютқин, ла ютқин, атқин, ла tutqin. И мутқанун. Жақсы. Жақсы. Мутқин бол иншалла. Мутқин дегеніміз не? Бір нәрсені шегіне жеткізген адам. Яғни ең жоғары дәрежеге жеткізген адам. Тамам, түсінікті ма жігіттер? Жіктеу қиын ба? Қиын емес екен.
Endi nega o'tamiz? Farraha yufarrihu tafrihaning jiktewine ketdik. Farraha madi dal solay. Farraha farrahu farrahat farrahata farrahna deb jikteveramiz. Mudorig'asi yufarrihu yufarrihan yufarrihuna tufarrihu tufarrihani yufarrihna deb jikteveramiz. Masdari tafrihun tafrihani tafrihatun. Ya. Nasr nasran nasratun şekilde. Endi ismu fa'il jasav uchun ne istaymiz biz birinchi? Mudorig'asini yozamiz, ya. Yufarrihu. Yan o'rniga ne qo'yamiz? Mim qo'yamiz. So'nggisini tanvinlaymiz. Unda bizga ne chiqadi? Mufarrihun. Bo'ldi. Mufarrihun, mufarrihani, mufarrihuna, mufarrihatun, mufarrihatan, mufarrihatun. Onun tipda nesi yo'q? Taksirlari yo'q. Ya'ni misol nasiru, nasira, nasir, nussar degan shaklda bunday yo'q. Altavg'ana. Tushundingmi? Mufarrihun, mufarrihani, mufarrihuna, mufarrihatun, mufarrihatan, mufarrihatun. Jalpi so'lash mazidlarda ne bo'lmaydi? Jamu taksirlar bo'lmaydi. Keskin mazidlarda. Yaxshi ism fa'ili mufarrihun, ism maf'uli mufarrahun. Ya'ni biz so'nggi harfni oldingi harfni fathalaymiz, sonda bizning chiqadi ism maf'ul chiqadi. Mufarrahun, mufarrahani, mufarrahun. Arqara lam yufarrih, lamma yufarrih, ma yufarrihu, la yufarrihu, lan yufarriha, li yufarrih, la yufarrih amri ufarrih pa farih pa. Biz aytdik qo'y. Nesimiz? Yufarrihu немесе tufarrihu deb olaylik, допустим. Nesimiz? Birinchi oldimen ta mudorig'asini olib taymiz, mudorig'a harfini olib taymiz. So'sin qaraymiz. Sukunda harf pa, sukunda emas pa? Sukunda emas. Demak bizga kim kerak emas? Hamza qajat yo'q. Sonda so'nggi jag'ini sukundamiz. Unda bizga farrih bo'lib chiqdi. Bo'ldi. Farrih, farriha, farrihu, farrihi, farriha, farrihna. Chiqdi? Ondan keyin la tufarrih so'sin so'nggisi zaman makoni qalay bo'ladi? Mufarrahun ism maf'ul bilan birga bo'ladi. Chiqdi? Qiyinlik bormi? Kim inshaalloh jikteb beradi, chiqib. Darxandan boshqa keljas. Sarrafa yusarrifu tasrifan. Davay. صرف يصرف صريف Tasrifan. تصريفا فهو مصرف وذاك مصرف لم يصرف يصرف لما يصرف ما يصرف لا يصرف لن يصرف ليصرف لا يصرف لا يصرف صرف لا تصرف إي مصرف 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 بود مصرف بود اسمه بشي. يعني صرف يصرف معناه جكتيو فهو مصرف يلا صرف انصرف degan ketdi. Жақсы. Tushunti bo'ldi deb o'ylayman. Endi bizga so'nggi bob qoldi. Qotala yuqatilu muqatalatan va qitalan. Onun da jiktevlari o'nay. Qotala bu yerda qadimgi janaga madi siklni jikteveramiz. Qotala qotala qotalu qotalat qotalata qotalna deb ketaveramiz. Mudorig'asi yuqatilu yuqatilan yuqatiluna tuqatilu tuqatilani yuqatilna. Masdar muqatalatan muqatalatani muqatalatun. Nemisi qitalun. Bu da ikki masdar bor ekan, ya. Qitalun qitalani qitalatun. Qitalatun. Endi ism fa'ili qalay bo'ladi? Yuqatilu yan o'rna muqatilun. Muqatil muqatilani muqatiluna. Ism maf'ul muqatalun. Lam yuqatil lamma yuqatil ma yuqatilu la yuqatilu lan yuqatila li yuqatil la yuqatil qatil. Yaxshi? La tuqatil seni so'nggisi muqatalun. Qiyin ba? Qiyin emas, ya. O'tgan darsda ko'rsatgan bablarning barlig'i jengil bo'lib ko'rinib atar inshaalloh. Negizi o'nay, o'si amsilani nesin filosofiyasini tushunsa, ma'nosini qalay jasov kerakligini keskin yetishtirib deyverasan. Endi biz nesimiz kitobga o'ralamiz. Meni o'yincha sizlarning yo'q, so'roq qolmadi deb o'ylayman. Bo'lsa aytinglar. Nemisidan bir jiktib beraman. Kim chiqadi? Kerambek, kim Kerambek? Sen ating? Alisher. Alisher bavurimiz. Alisherga bir kuchli yetkazib beraylik. Ma'rosa. Ma'rosa. Ketdik.
مارس يمارس ممارسة وميراثا 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 فهو وميراثا o da var ha. Kitapta 3 masterga kelgan ba? Demak, keyboardlar 3-masterni qo'shadi, tibda keyboardlar 4-masterni qo'shadi. Endi biz kitobda muqotalatan, qitalan және qitalan. Demak, mumarasatan, mirasan және mirasan. Ya? Qarang, فهو ممارس وذاك ممارس لم يمارس لما يمارس ما يمارس لا يمارس لن يمارس ليمارس ليمارس لا يمارس مارس مارس لا تمارس ممارس ممارسون. Bu kisi hozir ne berdi bizga? Jаттыгуу ko'rsatadi, ya. O, buni marasa deydi. Va huwa mumarisun. Yaxshi. Жақсы жігіттер, сұрақ қалды ма? Олай болса мәтінге көшейік, мәтін бойынша бір түсіндіріп шығайын. Өйткені бұлардың да мағыналары бар. Жақсы? Әл-бабул ауалу аф'ала юф'илу иф'алан маузунуху акрама юкриму икраман. Маузунуху не екенін түсіндірдім, я? Яғни оны өлшемі қандай? Аламатуху деген сөз мағынасы белгісі. Айякуна мадихи аля арбаати ахруфун. Мади 4 әріпті. Яғни біз сөздің түбір мади арқылы білеміз. Кейде өйткені мудориға да кейде көрінбей қалады. Жаңа юкримуда мысалы көрінбейді ғой. Үш ағарып көріп тұрды. Акрамада көрініп тұр. Сол үшін де безиядатил хамзати фи ауалихи дейді. Яғни осы баптың ерекшелігінде басына хамза қосылады дейді. Ва бинаху литтаъдияти ғалиба, және мағынасы көбінесе не болады? Мутағадди болады. Оқад якуну лазиман, кейде лазим болады. Мутағаддидің мысалы акрама зейдун амран. Зейд амрға не істеді? Құрмет көрсетті. Демек, кім бізде фаил? Зейдун. Кім бізде маф'ул? Амру. Демек, акрама фи'л, зейдун фа'ил, ва амран маф'улун бих. Бізде фа'ил әрдайым домамен, ал маф'ул бих әрдайым фатхамен. Лазимнің мысалы асбахар раджулу, яғни еркек не істеді? Таң атырды дейді. Демек, раджул бізде фа'ил, бізде не жоқ? Бізде ешқандай маф'ул жоқ. Және де бұл баптың бір ерекшелігі, мысалы сізде сөйлеси мужаратта бір лазим етістік болса, сіз осы бапқа салып оны мутағадди қыла аласыз. Мысалы, дахала деген кіру, адхала кіргізу, хараджа шығу, ахраджа шығару, захаба кету, азхаба кетіру. Түсінікті ма? Яғни лазимнен мутағаддидің қылу жолы, сіз осы сөйлеси мужараттың етістігін алып, оған хамза қосасыз да мутағадди қылып жібере аласыз. Түсінікті? Пайдасы көрінеді ме қандай? Баптардың білу пайдасы осы. Жақсы, кеттік. Әл-бабу сәни, екінші бапқа оралайық. Фa'ала юфa'илу таф'илан. Маузунуху фарраха юфарриху тафрихан. Оның белгісі айякуна мадихи аля арбаати ахруф. Мадида 4 әріпті. Енді қажеде 4-ші әріп? Ол әріп фә мен айн ортасында дейді. Фә мен айн ортасында қандай әріп? Сол айн әріпінен дейді. Айн әріпінің жынысынан дейді. Мысалы, фарраханың әріпі ол айн әріпі. Дұрыс па? Демек, оның жынысы дәл сондай ро. Сонда біз не істейміз? 2 роны көбейтеміз. Сонда не болады бізде? Фарраха болып шығады. Мысалы, тағы да алима, аллама. Жақсы? Аллама юаллиму та'лиман. Фахуа муаллим. Вадака муаллам. Тамам? Вабинауху литтаксир. Яғни көбінесе таксир де болады. Таксир дегеніміз не? Көбейту. Бір нәрсені көп етіп көрсету. Жақсы? Енді таксирдің 3 түрі болады. Таксиру фил фи'л, таксир фил фа'ил, және таксир фил маф'ул. Мына, وقد يكون في الفعل, يعني تكثير في الفعل, يعني әрекетті сен көп етіп көрсеткің келіп тұр. Мысалы, тауафа зейдун әл-кa'ба. Тауафа зейдунил кa'бата. Егер дұрыс оқитын болсақ. Зейд кa'баны не істеді? Айналған жоқ. Көп айналды. Жақсы? Өйткені бізде сөйлеси мужаратта бұл жай ғана тофа. Тауаф деген сөзден шыққан. Тофа зейдун кa'бата дейсің, зейд кa'баны тауаф етті дейсің. Бірақ егер сен бұл жерде вауды жаңағындай шәддаласан, тауафа болып кетеді. Тауафа зейдунил кa'бата. Зейд кa'баны не істеді? Көп тауаф етті. Осында мағына не істеді? Көбейтті. وقد يكون في الفاعل, يعني فاعل не істейді? Ол көбейтеді. Мысалы, мауатал ибилу. Осы мауата етістігінің фаилі кім? Ибил. Демек, мауатаны осы бапқа салып, не істеп тұр? Өте көп түйе өлгенін айтып тұр.
Мысалы, мәтәл ибилу десе түйе өлді. Мәтә ибилу. Мауата десе онда көп түйе өлді дейді. Я, оқад якуну фил маф'ул. Кейде не болады? Кейде маф'улдің мағынасын көбейтеді. Маф'улдің сөзін көбейтеді. Мысалы, ғаллаққа зейдунил баба. Зейд есікті жапқан жоқ, Зейд өте көп есікті жапты. Немесе Зейд көп есікті жапты. Өйткені жалпы жабу араб тілінде ағлақа. Жақсы? Ағлақа зейдунил баба десе, Зейд есік жапты. Бірақ көп есік жаптың десе, онда абуаб деп жамы қыласың да, ананы таф'ил бабына саласың. Ғаллақа зейдунил абуаба. Зейд көп есікті деседі, жапты. Алла Тағала Құранда осы етістікті қолданады. Кім Зулейха мен Юсуф алейхиссалам қалады ғой. Сол кезде екеуінің ортасында Зулейха жаңағы жаман бір әрекет жасағысы келген кезде не істейді ол? Уағаллақатил абуаб дейді. Құранда келеді осы, яғни не істейді? Ол көп есіктерді жапты. Бір есік жабылған жоқ, көп есіктер жапты. Алла Тағала әдейі осы етістікті қолданды да. Уағаллақатил абуаб. Ғаллақат әл абуаба. Тамам? Бұл бізде екінші бап. Қараңдар, бұл етістік мутаадди ма лазим ба? Осы таф'ил бабында болатын. Мутаадди да лазим да бола алады. Бірақ бұлдан бөлек тағы да бір мағынасы бар, ол таксир. Жақсы, мысалы, ғаллақадат мутаадди мағына бар. Жақсы, мауатада лазим мағына. Өйткені өлу ол өзінде қалады ғой. Жақсы, тауафа зейдін ол не бізде? Мутаадди. Демек, бұл баптың кез келген етістікі не мутаадди не лазим болады да, қосымша таксир мағынасы қосылады. Түсінікті ма? Таксир мағынасы бұл баптың ерекшелігі. Түсінікті? Сол үшін Алла Тағала кейде әнзәлнәл Құр'ана дейді, кейде нәззәлнәл Құр'ана дейді. Әнзәлнә бір рет түсіру. Нәззәлнә көп түсіру. Өйткені Алла Тағала Құранды 23 жыл бойы түсіріп отырды ғой. Бірден түсірген жоқ қой. Бірте түсіріп отырды. Сол үшін таксир. Көрдіңіз, осы таф'ил бабының істеген қолданған екен. Жақсы. Әл-бабу сәлис, үшінші бап. فعل يفعل مفاعلة وفعالا وفعالا موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا. Белгісіне мадиында төрт әріпі болу керек. Фә мен ғайның ортасында сен не қосасың? Алифті қосасың. Оның мағынасы мушарака дейді. Мушарака деген бізде серіктестік. Яғни біреуді бір істі бірігіп жасау. Жақсы, бірігіп жасау. Енді ол мушарака кейде якуну лил вахид, яғни бір адам ғана ол әрекетті жасайды. Мысалы, қаталахумулла, кейде бұл әрекетті екі адам жасайды. Немесе одан да көп. Мушарака байнал иснейни, қараңыз, байнал иснейни, екі адам, ғалиман. Оқад якуну лил вахиди. Яғни бір адам үшін болады. Енді екі адам арасында бір әрекетті серіктесіп жасау деген қайсы? Қатала зейдун амран. Зейд амрмен не істеді? Төбелеп айтқанда шайқасты. Бұл жерде қараңдар, Зейд қана Амрмен шайқасып жатыр ма? Жоқ, Амр да Зейдпен шайқасып отыр ғой. Түсінікті ма? Егер де Зейд қана Амрмен шайқасып жатса, Амр жай ғана тұрса, онда қатала болады. Қатала Зейдун Амран. Немесе дораба болады да, түсінікті? Яғни Зейд Амрды өлтіреді. Бірақ Амр да оған қарсы шығып жатқаннан кейін, бұл әрекетті ол да жасап жатқаннан кейін, сен есесің қатала Зейдун Амран. Мысалы, екі адам дәрісті қайталаса не дейміз? Зәкара. Зәкара. Зәкара деген өткенді не істеу? Қайталау. Зәкара. Түсінікті ма? Зәкара дияс уа дархан. Тамам? Осылай болады. Бір-біріне әсер етсе, бір істі екеу істесе, бірақ мына жерде Амр мафул бих болып тұр да, Зайд файл болып тұр. Бұл аса қатты не емес. Өйткені не қатала Зейдун Амран емес, қатала Зейдун ва Амрун деп айту керек та. Дұрысырағы. Қатала Зейдун ва Амрун. Енді кітапта осы келтірген екен. Жақсы. Енді бір ғана мушарака, яғни якуну мушаракату байнал вахид. Қалай ол? Бір ғана адам серіктесіп жасайды. Яғни негізінде қаталада мушарака бар еді дейді. Яғни қатала болу үшін немесе мұқатала болу үшін бір ғана тарап емес, екі тарапта да соғысу керек. Алайда Алла Тағаламен кім соғыса алады? Ешкім. Сол үшін қаталахумулла. Алла Тағала олармен жаңа соғысты. Олар Алламен соғысты ма? Алламен соғысқа шама шешпейді олардың. Сол үшін бұл жерде лил вахид деген сөз мағынасы осы. Тамам? Мінекей бүгінгі осы біздің дәрісіміз. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарың болса қойып алыңдар.
мына жерде тауафа зайдун каабата деп тұр. Бұл жерде көп зайттер каабаны айналып десек те ол кезде болады. Onda tavafa zeyduna diyor. Zeyduna. Ибил деген көпше тұр ол. İbil mufratта да jamada da қолдана береді да. Тағы да. Жақсы, мен ойымша барлығы түсінікті болды. Енді үй жұмысына сіздер осы мәтінді түсініп жаттап, иншалла сіздерге де біз бірінші дәріске арнайы кесте жасадық қой. Ол кестеде сіздер не істеу керек едіңіздер? Бос орындарды толтыру керек едіңіздер. Яғни мадиін жазып қойған, мудориғасын толтырасыздар. Немесе мудориғын жазып қойса, мадиін жазып қоясыздар. Баптарына сәйкес. Ол үшін әрине сөздікпен не істеу керек, жұмыс жасау керек. Иншалла жаңа кестеде сіздерге біз жаңағы сүләси мужарат жазып береміз, қасына қай бапқа салу керектігін жазамыз. Сіздер соны мади, мудори, амр, фаил, мафулин жазып, мағынасын бірге жазып отырасыздар. Осы жұмысын иншалла орындап, осын кейін тапсырасыздар. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.